кейіннен қиындық көрдім, ұрды соқты, түк тапқан жоқ. Содан ажырасып кеттім, ажырасқан кезде қиналдым, 1 жыл жыладым. Сосын кейін жұмысты бастадым, мінекей көтерілдім, менде қазір вилла бар, осындай джип бар, машина бар дейді дағы. Сосын жұрттың бәріне сабағын салады да. Сонымен жастардың не айналады да. Одан кейін ол қайбір ақыл айтатын адамдар дейсің, ене мен келіннің арасына от салады. Мысалға біздің қазақта өзі бұрыннан келе жатқан жаңағы өзіміздің аналарымыз үйреткен бар, мысалға әйел деген бір табан кіші ету керек, жаңағы ата енені сыйлау керек, жолдасын, азаматын сыйлау керек деп. Азаматтың қазір ешқандай қадірі қалған жоқ, заман болып кетті, шын айтқанда ше. Гүлзира Айдарбекова бұл үрдістен қоғамдағы ер азаматтың қадірі кетіп бара жатқанын айтып қынжылады. Бәрін әйел басқаратын, әйелдің айтқанымен жүретін уақыт болып кетті. Ал ертең жерін, елін қорғайтын кім болады сонда? Мысалға әйел бола ма? Бәрі тәмелесі көтпейтін шығар. Сол сияқты мысалға әрқайсысы адамның әрқайсысы өзінің орнын білу керек та. Сен қыз кезінде еркелік жасадың. Енді ана болған кезде сен бір үйдің жаңағы түтінін түтетем, сол үйге жаңағы егелік жасаймын, ұрпағымды өсірем деп келесің ғой. Неге сен мысалға қартайған ата-анаңды тастап кетуің керек? Мүмкін жалғыз баласына шықтың, дұрыс па? Өзімнің өмірімді сүргім келеді деп, оның да уақыты болады. Сәлем достар, бүгін тікелей эфир екенін еске сала кетейін. 500 мың теңге шашуымды үлестіремін, сондықтан өткізіп алмаңыздар, және де шарттарды мұқият орындап шығыңыздар. Өйткені тікелей эфирде мен барлығын қарап отырамын. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Ең бастысы менің подписка бөліміндегі достарыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Қалайсыз жұмыстан? Кеш жарық. Есіміңіз кім? Сізге де құтты болсын көрдіңіз. Қызыңыз өсе берсін. Сіздікіне қатысып отырмын. Былай сенбей тұрмын. Сіздікі оған кезде сеніп кірген кешелі бер. Рахмет, сенімің. Бақытты бол. Аумин. Жақсы. Рахмет, апай. Менің атым Гүлжан, Атыраудан. Қуанып тұрмын, бірінші рет естіп тұрмын сізден. Құтты болсын. Шашу. Қуаныштымын мен. Әне қуанып тұрмын. Ананы көргенде кәдімгі үстіне су түскендей болды ғой шелекпен. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Жаман қуанып тұрмын. Мен ойладым, 10 мың теңгеге қуанып тұрмын. Мен 10 мың деп ойладым басында. Сөйтсеңіз? 100 мың теңгеге қойшы. Сөйтсем 100 мың теңгеге. Вау, деген көрсете алмайтын ішінде бәрі. Балдарыма көрсетемін. Айғайлап тұрып, уаа деп тұрып. Мен Алтынгүл, Садуақасова Алтынгүл. Отызға қатысып едім. Мен Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы совхоз Бесабадан боламын. Эмоцияң керемет болып тұр. Бірінші ұтысты болып тұрмын. Сіз жақсы көремін, керемет. Қарап отырамын, қатысып отырамын сізге. Елерден бірінші рет ұтып шынымен де және сіз жазған кезде қуанып кеттім. Сізге бұрыннан тіркелгенмін, қарап тұрамын. Шынымен әлі толқыттым, мен алмай тұрмын. Қостанай қаласынанмын. Кешеден бері қатысып отырмын. Екінші рет қатыстым, бірінші рет ұтып отырмын сіздің ойыныңыздан. Өте қуаныштымын. Тікелей эфирде отырсыз ғой. Бар жақсылық тілеймін. Өміріңіз қуанышқа толы бола берсін. Бізде бүгін керемет күн. Бүгін Егес Маханның туған күні. Қалайсыздар? Қалайсыздар? Қайқанышты? Қақташы білесің? Күшті. Ал көрсетпейін, үфтен.